Құрметті ұстаздар, әріптестер, Шымкент қаласының бас ұстазы Жанат Арысбекқызы бастаған шын қаламыздың барлық ұлағатты ұстаздары, сіздерді қазан айында аталып өтілетін мұғалімдер мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздердің бала көңілдеріңіз әрбір шәкірттің жүрегін нұрландырып, шапағатын төгуде. Сіздерден өнеге алған әрбір шәкірт сіздермен мақтанады. Мұғалім мектептің жүрегі, мұғалім бала жан дүниесінің бағбаны деген даналық сөздер тектен тек айтылмағаны мәлім. Сіздерді мерейлі мерекеде шын жүректен құттықтай отырып, толағай табыс, бақ береке, жұмыстарыңызға шығармашылық табыс тілеймін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Достар, өздеріңіз білетіндей, қазанның алғашқы жексенбісі ұстаздар мерекесі. Дәл осы мереке қарсаңында мектебіміздің белсенді оқушылары ұстаздарды құттықтамақ. Бізбен бірге болыңыздар. Мейірімді көзіңмен, даналық сөзіңмен, жаныңның жылуын сеземін. Үйрендім өзіңнен, оқуды төзімен, үмітің ақталар сенемін. Ардақты ұстазым, өзіңе ұқсадым. Кешіріңіз апай, кіруге рұқсат па? Сіздерді бүгінгі төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Осы мерекелеріңіздің қарсаңызда оқушылар сіздерге жыр шумақтарымен гүл шоқтарын тарту етсе. Ұстаз деген жарық күн ғаламның, ұстаз деген анасы ол адамның. Бүкіл әлем мойындайды еңбегін, сен де содан адам болып жаралдың. Ұстазыңды түсінсең сен тереңнен, бар әлемге еңбегімен еленген. Сенің бағың өрге қарай өрлесе, ол да бірге қуанышқа кенелген. Сол арқылы сен өмірді жалғадың, ізгі іс қой ұстаз тілін алғаның. Мақтау алсаң ұстаздардың алдында, ол өзінің орындалған арманы. Ұстаз сөзін жүрдігән қылып, одан басқа кім бар жүрген жанды ғып. Ұстаз деген ұлылардың ұлысы, қасиетті бас иелік мәңгілік. Самат сағай кіруге рұқсат па? Сізді бүгінгі төл мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Мерекеңіздің қарсаңызда оқушылардың сізге арналған гүл шоқтары мен жыр шумақтарын қабыл алсаңыз. Әр сабағы болып өтіп тағылым, әр шәкірттің оятатын танымын, мейлі есейіп кетсе де сол қызы, санасында жүре берер әлі күн. Ұстаз деген мәртебелі бір есім, ұқтыратын сол біліммен күйді айқын, әр тілегі шәкірт күлін қимайтын, ізгі жанын бақыттаған балаға, сондықтан да қоғам оны сыйлайтын. Ұстаз деген ұлағатталы сөз. Ұстазым, өзіңе ұқсадым, қолыма Здравствуйте, можно войти? Поздравляю вас с Днем Учителей. Спасибо большое, мне очень приятно. Самат сағай кіруге бола ма? Самат сағай, сізді бүгінгі төл мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық тілейміз. Осы мерекеңіздің қарсаңызда оқушылардың сізге арнаған жыр шумақтары мен гүл шоқтарын қабыл алсаңыз. Қолға қалам алдырдың, ойы өрнек салдырдың, әсем анды жаттатқан оймен күйге толдырдың. Алтын ұя мектебің өзінде өсіп көктедім. Ұстазыма айтатын алғысымда көп менің, өмір бойы өтейтін парызымда көп менің. Рахмет қыздар, оқушылар. Елеп, ескеріп, осындай ұстаздар күнінде сіздерді құттықтап жатқандарың үшін сендерге мың алғыс. Сендер де біздің қуантатын үлгілі тәрбиелі шәкірттеріміз бола беріңдер. Ұстаздар мерекесі сендерге де құтты бола берсін. Рахмет. Сізге де рахмет ағай.
сіздерді төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Ұстаз болу сый етілген өмірінен қиын, бірақ мұны алып жүруде. Өмір жолын ұстаздыққа арнаған талай мықты ұстаздар бар елімізде. Шәкірттерін сусындатып біліммен, шыңдатып мұң үйреткен жүрегімен. Ұстаз деген ұлы атақты пір тұтып, өз үйім деп санаған мектептерін.